Бүгінгі сұхбат мен үшін бейресми сұхбат, өйткені ресми Әсел Жарасқалиқызын мен білем. Өте қатал. Тек қана өз үйімде ғана емес, жалпы бауырлардың арасында ақшаға қатысты шешімді мен қабылдаймын. Ең қиын нәрсе маған болған осы қаржылық сауаттылық аясындағы өзімнің бауырыма жоқ деп айту. Жоқ деген мінезіңмен кімге жақтың? Үйде де жалпы ақшаға қатысты азамат соғыстар болып тұрады. Бізде қазақта қандай аурулар бар, қаржылық аурулар. Соны айтыңыз. Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Бұл My Prime Time. Менің YouTube арнам, менің есімім Дана Нұржігіт. Бүгінгі қонағым Асеке ханым. Қош келіпсіз. Саламатсыз ба, Дана апай? Мен өте қуаныштымын. Асеке ханым деп бүкіл Қазақстан біледі. Халқымыздың қаржылық сауаттылығын алға жетелеп ашып жүрген өзіңе дән риза қазақстандықтар. Рахмет. Ал осынау қаржыгердің жолы Батыс Қазақстанда, Орал қаласында басталған мен жақсы білем. Асеке ханым деп кім атады? Сол ауылда аталып кеттіңіз бе? Әлде мынау инфо майданда аталып кеттің бе? Бұл өте қызық болды. Сол 2018 жылы бұл өмірде адам бір-біріне себеп қой. Сіз арқылы Дәулет Мұқаевпен таныстым. Сөйтіп біз Дәулет жан екеуміз 2018 жылдары тікелей эфир арқылы Инстаграммен барлық мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіруге шығатын болдық. Күнде мен өзімнің ақшама коворкингті жалдаймын. Екеуміз сықырлатып, борандатып, жұмыстан кейін сол жерге барамыз. 2-3 сағат майын езіп тұрып, соның барлығын түсіндіреміз. Қандай құжат керегін түсіндіреміз. Сөйтіп жүрген кезде маған да өзімнің парақшамды ашуға ұсыныс жасады. Сол өзімнің парақшамнан шығып жүрдім, бірақ ол жерде Әсел Төлеуғалиева болып жүрген. Сол есімде. Сол кезде Дәулетжан маған айтты, Әсел Жарасқалиқызы сізді жалпы нарықта кім деп айтады деп. Сосын көбіне қалай атайды деп. Сол кезде мен айттым, мен енді қаржы саласында жүргеннен кейін көбіне ер азаматтармен жұмыс жасаймын. Жалпы андай қатты майысқан әйел емеспін, бірақ еркекті емеспін, бірақ андай жаңа қатты санмен, қатты заңмен жұмыс жасағаннан кейін көбіне ер азаматтар арасында да Әсеке деп айтатын. Әсеке қалайсыз, Әсеке деп. Сөйтіп мен негізінде көбіне Әсеке деп айтады дегем. Сөйтіп Әсеке ханым болып парақшаны ауыстырып, сол Әсеке ханым болып сол кезден бастап аталып кетті. Қазірде көбіне кейбір кезде тіпті аты жөнін айтпайды, Әсеке ханым деп аэропортта да кез келген жерде мені тоқтатып жатады. Әсел, Асеке деп бүкіл жұрт танығанмен, мен үшін, сені жақынырақ білетін адамдар үшін, сен 3 ұлдың анасы ретінде, аяулы жар ретінде танимыз. Жұмысқа келгенде өте қатысың. Расында да Асеке деген атқа сай екеніңді өте жақсы білем. Қаржыгерлік деген жалпы мынау менің түсінігімде банкир деген ер адамның рөлі сияқты. Бірақ дегенмен банк саласында әйелдер өте көп. Осыны меңгеру үшін қандай қасиет керек? Асеке болу керек па? Біріншіден табандылық керек шығар. Жалпы табандылық ер азаматтық мінез ғой ең бірінші. Табандылық жаңағы. Екіншіден көбіне мен Әсеке дейтін ер азаматтық бір мінезім бар. Мен айтқан нәрсемді істеймін. Маған шарт қажет емес. Мен иә деп айтсам, ол түн болсын, күн болсын, екінші күні болсын, мен бәрібір сол уақытылы айтқан нәрсемді істеуге тырысамын. Жалпы банк саласында бізде менің өзім бұларға қарап бой түсетін әйел азаматтар көп. Бірақ ер азаматтылықтың негізгі қасиеттерінің іші ол табандылық, тұрақтылық. Одан кейін барып біз жаңағы бала бар, шаға бар, жора жолдас бар, жолдасымыз бар, ата енеміз бар деген сияқты. Көп уақытта әйел азамат карьера жасаған кезде, жаңа бала туған кезде бір жалпы шауып келе жатырған атынан кейбір кезде түсіп қалуы да мүмкін. Және де жаңа балаға деген махаббат оянған кезде жаңа үйде отырып қалуы мүмкін, немесе жұмысынан айырылып қалуы мүмкін. Сондай дүниелер көп болады. Сондықтан жалпы табандылық, тұрақтылық, одан кейін барып нақты жоспар қойып сонымен жүру, сол ер азаматтық мінез деп көбіне ойлаймын. Бірақ заманауи талаптарға сай әйел азаматтарда көп сол мінез бар. Осы уақыт ішінде халықтың көзі ашылды ма? Сауаттылық артты ма? Әрине. Сұрақтар өзгере бастады ма? Осыдан 7 жыл бұрын халық ең бірінші үйді қалай алатынын білмеді. Қалай ақша жинайтынын білмеді. Өзінің жаңағы несиелік тарихын қалай дұрыстауды білмеді. Мемлекеттік бағдарламаларды қалай дұрыс қолдануды білмеді. Жалпы бізде мемлекет тарапынан мен өзім айтайын, көптеген мүмкіндіктер беріледі де, берілген де, берілетін де болады. Беріліп жатыр да қазір. Беріліп те жатыр. Бірақ ол жердегі
ең бұл жерден тез өтіп кететіні білетін адам өтіп кетеді, естіген адам, оны қалай дұрыс қолдану керек екен адам. Сондықтан қаржылық сауаттылықты біз жаңағы күні-түні тікелей эфирмен өткізіп жүрген кезде, одан кейін түнімен олар сұрақ қояды, бала түнімен ұйықтамайды. Сол кезде баланы аяққа шайқай отырып түнімен оларға жекеге сұраққа жауап берем. Сөйтіп жүрген кездердегі сұрақтардың бүгінгі сұрақтардан айырмашылығы өте зор. Неге десеңіз, сол кездегі бірінші үйіне жете алмай жүрген, біреудің жалдамалы кішкентай далада тұрған бір бөлмелі, екі бөлмелі, тіпті контейнерде тұрып жатқан азаматтар болады. Сол азаматтардан қарағанда менің қазіргі маған хат жазатын азаматтардың көбі бірінші пәтердің ипотекасын бітіріп, екінші үй алып жатқан азаматтар бар. Сондықтан оның бәрі қуантады, қаржылық сауаттылығын арттырғанын көрсетеді. Ақшаны бала кезде бірінші рет ұстап, есептеп, санап, үнемдеу қанша жастан басталды? Жалпы 1993 жылдары әкем, шешем барлығы жұмыссыз қалған кезде, жаңағы совхоздар бәрі, колхоздар ыдырап атқан кезде, әке шешем жұмыссыз қалды. Сол кезде біз енді 6 баламыз жанұяда, мен 6-ның 5-шісімін. Үлкендер оқып бастады. 90-шы жылдары менің үлкен апаларым, бізде батыста апа дейді, апаларым бітіріп оқу, біреу Алматыда оқыватты, біреу Оралда оқыватты. Сол кезде әке шешеме қандай да бұл іс-әрекет жасау керек болды. Сол кезде анам ала дорбасын асынып, Алматы, Орал Алматы бағытында осы күндіз түні жүрсем деген айтсам ол артық емес. Неге десеңіз, бұрында 3 күн жүретін, 2 күн жарым жүретін. Сөйтіп пойызбен тауар тасыды. Сол кезде менің өзім шамамен жасым 12-13 жастан бастап мен саудаға араластым. Саудаға араласпайтын мұршам болған жоқ. Неге десеңіз, анам жаңа тауарға кетеді. 3 күн барғанша, 3 күн келгенше ол 2-3 күн ол жерде тауар алады. Сөйтіп 10 күн шамасында мамам болмайды. Ол кезде қазіргідей калькулятор жоқ, шотпен санайтынбыз. Шотты санауды да үйрендік. Жаңа мамадан, анамнан тауарды алып қалып, анам келгенше тауарды сатып, тізімін жасап, ақшасын жинап, кроваттың астында, матрастың астына тық қоятын. Сөйтіп келген кезде мама, мен мынаны саттым, мына ақшасы дұрыс деп, сөйтіп 12 жасымнан бастап саудаға араластым. Тіпті ауылда білет, ана біздерде ол кезде бутик деген жоқ, ол кезде киоск деген жоқ. Далада кәдімгідей тегістеу жерді, бір тегістеу, балшық еместеу жерді тауып, сол жерге жаңағы простыня немесе қандай қатты материал жайып жіберіп, 4 таспен қойып, сол жерге тауарды жайып, сол тауарды далада сатып тұрғанда кездерім болды. Барлығы сол кішкентай кезімнен бастап, одан кейін барып ақша тез айналатын сол кезде түсіндім да, одан кейін өзімнің бірінші ақшам жинап, бір упаковка сағыз алып саттым. Жаңа Лавиз, дрейвинг деген сағыздар болды, сол сағыздар салып саттым. Сол 12-13 жасымнан бастап мен жалпы саудаға араластым. Ақшаға, саудаға араластым. Одан кейін мамам 6 балаң болса да 6 бала әртүрлі болады ғой. Менің тиянақтылығымды көріп, мама маған сене бастап, ақшаны да тастап кетеді. Қызым, мынаның ақша, сен мынаны төле деп айтып кетеді. Соны тиынына шейін санап қоям. Сөйтіп сол анамның маған деген сенімділігін ақтау аясында көптеген өзіме сол кезден жауапкершілік алдым ау деп ойлаймын. Кіріс пен шығысты есептеуді сол 12-13 жасыңда біліп отырсың, иә? Неге десеңіз, мен білем, мамам былай үйретті маған: қызым, мен мынаны 200 теңгеге сатып әкелдім, 300 теңгеге сатасың, егер ол жаңа жазып берсе. Ал егер ол наличка ақша келсе, 250 теңге сатасың деп. Сосын мен ойлаймын да, мама, не сонша 50 теңге, өзі 50 теңге үлкен ақша ғой. 50 теңге не айырмашылық десем, жазып берсе кейін аламыз, оған ақшаның уақыты кетеді. Ал қазір қолында наличка ақша болса, қазір берсе 250 теңгеге де бере бер, 50 теңгеге де жаман емес деп сөйтіп үйреткен. Сол кезде ойлайтын, алып келген кезде 200 теңге, 50 теңге үстіндегі пайдасы деп сөйтіп естеп, жалпы ақшаның кіріс пен шығысты, ақшаның үстіндегі пайданы сол 12-13 жастан бастап анам үйретті. Анаңыздың мамандығы не еді? Анам мен оқымаған. Жалпы ол кезде енді үй шаруасындағы ана. 6 баланы тәрбиелеп, үй шаруасында ғана. Бірақ мамамның көптеген мақалдарымен жүрем әлі күнге шейін. Сондықтан біздің жалпы үлкен ата-аналарымыз ақылды болған ғой. Әжем үлкен нағашы әжем өте ақылды кісі болған, дана кісі болған. Сол кісіден жаңағы ауыздан аңыз ретінде, мақал мәтел ретінде, бір қандай да болмасын жоба ретінде бізге айтып отыратын әр уақытта. Енді сол көп сөздерін сол кісінің ілдім деп айтсам артық емес. Менің түсіру тобым
Алматыда сіздің үйде болып қайтты. Қазір сол кадрларға кезек берейік. Бауырларыңыз, жолдасыңыз сөйлесін. Анамыздың біздің сөзі болатын, ол бауырларың екінші рет басқа бауыр таппайсыңдар. Осы бауырларыңды әрқашанда ауыз біршіліктерің мықты болу керек деп айтатын. Әселдегі ең мен жақсы көретін қасиеттерінің біреуі көшбасшы дейді ғой. Біздің отбасымыздағы, біздің бауырлардың ортасындағы ең басты ұйымдастыратын бір нәрсені болса, бір нәрсеге көмектесе салайық, мынаны істей салайық деп ең басын бастайтын біздің үйде сол Әсел. Әселдің ең бір жақсы сол қасиеті бауырмашыл. Ол бауырлары үшін қалтасында қалған нәрсесіне дейін бөліп беруге дайын. Енді анамыз бен әкемізге мыңда бір рахмет, осындай бізге бауыр бергеніне. Әселдің сосын ең тағы да бір жақсы қасиеттерінің бұл алған бетінен қайтпауы. Өзіне қойды ма бір талап, ол аяғына жеткенше соңына жетпегеннен ол барлығын орындап сол мақсатына жетеді. Әсел кішкентай кезінде жаңағына ауылдағы музыкалық мектепке барды. Қобыз классында оқыды. Әсел қобызда ойнаған. Сосын ауылдық мәдениет үйінің жанынан би үйірмесі болатын. Сол би үйірмесіне қатысып, әлі күнге дейін мектепте ілігулі тұр. Кішкентай кезіндегі билеп жатқаны. Біздің осы бауырлардың ішіндегі көшбасшы болып, бірінші миллионды Әселдің өзі тапты, және бізге де соны қалай табу екен. Әселді бірінші көргенде әрине өте сұлу келіншек болып маған енді көрінді. Расында да солай. Өте тартымды, өте алғыр, өзінің сөзіне сондай тұрақты. Сосын бізге деген сеніммен қарады, сосын бізді кішкене итермелеп отырды. Біз кәсіпкер ретінде барсақ та, біз мүмкін ол спорт комплексті соқпар едік. Сол Әселдің арқасында, Әселдің жаңағыдай алдына қойған мақсатты жетуіне жоспар қойып, соны алдыға тез-тез жылжытып, солай бізді итермелеп отырды. Әрине ол іске асырдық, ол істі спорт комплекс ашылды, қазір керемет жұмыс істеп жатыр. Бір күні пойызға отырып жатқан кезде қасымда жолдас жігіт бар. Сол жаңа қызымызды көріп қалып, ойбой бұл қызбен қалайда танысу керек деп, соны сөйтіп бірінші сәтіміз сондай болған. Өзім жас болғаннан кейін кішкене қысылып, сонда ортадағы бірге келе жатқан үлкен бір кісілер болған, қария кісілер, орыс кісілер болды. Солар негізі сол ортада бір себепші болды. Яғни құдай түскендей болды ғой негізі. Содан Шымкентке тоқтаған кезде біз негізі Шымкентте танысқанбыз, перронда. Біз енді көпшілік 4-5 адам болып, қызыл болып бәріміз шулап келатырмыз. Ол кісі жаңағы қария кісілердің қасында бір купеде неге перронға түскен кезде жаңағы станцияға, Шымкент станциясына жалғыз өзі шошайып анау шет жақта тұр екен. Сосын қасымыздағы бір қызға айттым, ана қызды бері шақырып алшы, әңгімеге тартшы деп. Сөйтіп танысып кеткенбіз. Көп сырын білдіртпеуге тырысады, көп жаңағыдай шаршағанын білдіртпеуге тырысады. Үйге келгенде үйдің жаңағыдай әйел тұлғасы ретінде жұмысында барлық жақта негізі алып жүруге тырысып жүретін анық ол. Әсел, мінекей жолдасыңыз қалай танысқаныңды айтып жатыр. Ол кісімен үлкен әпкеңіз шығармашылық адамы. Мен ол кісіні Астанада шығармашылық конкурстарда балаларды жетектеп әкеліп, музыкаға салып, неше түрлі ұйымдастырып балаларды я хорға алып келеді, я ансамбльге алып келеді. Сондай бір шығармашылықтың адамы екенін жақсы білем. Мынау кадрлардан шынымен де үйдің ұйтқысы болып отырған Әсел Жарасқалиқызын көріп отырмыз. Біз портретіңізді осылай қылып әрлеп отыр жақындарыңыз. Жаңа үлкендердің мақал мәтелімен өстім деп айтып қалдың. Қандай мақал? Қандай мәтел? Негізінде мамам әр уақытта айтатын, жалпы ешкімнің құлы емес, әр уақытта сыйластықта болу керек деп. Әркім сыйлағанның құлы деп айтатын. Мысалға ең бірінші сол, анам айтатын, қызым, енді мен 26 жасымда банктың директор болдым ғой. Қақиған, өзім жас, энергия тасып тұр, білім жетеді. Сол кезде сақылдап жүрген кезде менің мінезімде тіктеу ғой. Сол кезде анам айтты, қызым,
ең дұрысы қазіргі істеп жүрген жұмысыңдағы ол азаматтармен 10 жылдан кейін кездескен кезде сәлемің түзеу болатындай қылып қызмет ету. Сол кезден бастап мен анамның айтқан сөзін екітпей жасаймын ғой көбіне. Сол кезден бастап мен кез келген қызметкермен қарым-қатынас, кез келген көршімен қарым-қатынас, соның барлығын реттей бастадым. Жаңағы анамның айтқаны, сен тік мінезіңмен сенің шындығыңды дұрыс түсінбей қалуы мүмкін азаматтар. Сондықтан мүмкіндігінше қарым-қатынасты байсалды түрде, ақылды түрде қарым-қатынастар жаса, ренжітпеуге тырыс азаматтар деп. Сөйтіп сол кезден бастап әлі күнге шейін менің бүгінгі күнге дейін ұстанымым сол. 10 жыл бұрын араласқан бірге қызметтес азаматты, 20 жыл бұрын араласқан қызметтес азаматтарды бүгінде көрсем құшақтасып, ұялмай, рахаттанып, бір нәрселерді есімізге түсіріп, күліп, сондай жақсы қарым-қатынаста болу осы анамның келген мақал-мәтел немесе бір ақылды сөздер деп айта аламын. Нақыл сөздері, иә. Нақыл сөздері. Бүгінгі сұхбат мен үшін бейресми сұхбат, өйткені ресми Әсел Жарасқалиқызын мен білем. Өте қатал, өте жинақы, ол жерде Әсел айналайын, Әсел сіңлім деп мен әрине мен сөйлесе алмаймын. 5 жыл бойы банк басқардыңыз, иә? 26 жасыңызда банктың 26 жалпы мен 20 жыл бойы банк саласында жұмыс жасадым. 20 жыл бойы банк саласында. Соның 5 жылы отбасы банкта. 5 жыл отбасы банкта. Жалпы 26 жасымнан бастап, мен бұл 2007 жылы болды. Өзім мен банк саласына 2003 жылдым. 20 жыл банк саласының 16 жылында басшы болдым. Бүгінгі таңда да 3 жылдан астам сақтандыру саласында басшы болып жұмыс жасаймын. Осы қызметке келу үшін, сол қызметте көтерілу үшін қандай оқу орындарын бітірдің? Ең бірінші менің базалық тұрғыдағы ең үлкен білім алған жерім ол жаңа осы кооперативный колледж, ол советская торговля техникум кезінде ол мықты техникум болды. Жалпы менің болашағымның мамандығын бірде-бір белгілеген азамат ол анам. Менің қоймай жаңағы таңертең ерте тұрамыз, жаңағы сепаратор тартамыз, 6 серт соғып келеміз, сепараторды қолмен тартамыз. Сөйтіп отырған кезде қолмен тартып отырамыз, жаңағы бірсе қаймақ дұрыс шығады, бірсе дұрыс шықпайды. Сол кезде ана қаймақтың дұрыс шығыватпаған қарамаймын, жаңағы аяғыма қойып қоямын да тіземе кітаптарды, Қазақстан тарихын оқи беремін. Неліктен Қазақстан тарихын көп оқыдым? Мен юрист боламын деп ойладым. Одан кейін мен анам жаңағы талпынуымды тоқтатқысы келмеді ма? Соңғы күнге дейін, мектеп бітіргенге дейін, мен тіпті барлық жаңағы эсселер, ол кезде эссе дейміз, шығарма дейміз ғой, шығармалар жазған кезде де мен адвокат боламын деп жазатынмын. Сөйтіп анам айтты, жақсы, иә, боласың адвокат деп. Сөйтіп адвокат болады екенмін деп мәз болып 9-шы сыныптан бастап бүкіл Қазақстан тарихының олимпиадасына қатысып жүрдім. Бірақ Алматыға дөп түскен кезде, сол Алматы-Москва пойызымен келдік, 97 жылы Алматы қаласына. Сол кезде пойыздан түскеннен кейін менің анам бір сәтте өзгерді шықты. Неге десеңіз, ол кісі оның алдына мен үшін шешім қабылдап қойған ғой. Сол кездегі менің сабақ оқу ынтамды жоймасын деген ниетте болған. Сөйтіп келгеннен кейін осында пойыздан түскеннен кейін әлі күнге шейін есімде, бұл 2-ші вокзалдан түстік. Абылайханы 5-ші троллейбусқа отырып, Абай Сайна көшесіне келуіміз керек болды. Сол жерге келе жатқан кезде айттық, екеуміз 2 орындық алттастаңғы түстік, дым адам жоқ, ананың ішінде бізден басқа. Сол кезде айттық, қызым деді, сен юрист болмайсың. Сол кезде ойлап қойдым, қалай юрист болмаймын деп. Сосын айтты, қазіргі заман талабына байланысты сен біріншіден қаржыгер болғаның, немесе жалпы маркетинг жаңағы тауар айналасындағы мамандық таңдағаның дұрыс болады деп. Саудагер болсаң, нарықты түсініп тұр ғой. Саудагер болсаң да қазір білімнің айналасы сауданың айналасында деп. Сол мамама ренжідім. Ол күн енді кішкене мамаға мен айтып, сіз сонда мен не тарихын дайындап келдім сонша уақыт деген, енді менде өзімнің кішкене реніштерім болды. Сол үйге келген кезде де оның алдында поштамен телеграмм беріп бір-бірімен апалармен сөйлесіп қойған ғой. Осы жерде апаларым оқыды Алматы қаласында. Олар да сол әңгімені айтып отыр. Содан кейін мен түсіндім, үшеуі бір әңгімемен оның алдында бәрі келісіп қойған. Сөйтіп 2-ші күні таңертең барып, сол жаңағы кооперативтік техникумға барып мен құжаттарымды тапсырдық. Ол кезде
былай аталатын жаңа кооператив техникумның мамандығы товароведение непродовольственных товаров деп орыс факультетіне оқуға түстім. Қазақ мектебін бітірсем де. Одан кейін ол факультетті маркетинг, торговля, саудадағы маркетинг болып ауысты. Сол ең бірінші Қазақстандағы шыққан маркетологтар біздер бірінші болдық. Енді қазіргі маркетологтардың дәуірі ғой. Сол 97 жыл ең бірінші маркетолог мамандығына квалификациялық тұрғыда алған мен болатынмын. Орыс тілінде оқыдым. Бұл үлкен маған қиын болды. Неге десеңіз, мен біріншіден дайындықсыз келдім. Егер мысалға жаңағы қаржы мамандығына түссең, сен алгебра, геометриямен көбірек дайындықпен келуің керек. Ал менде барлық дайындық гуманитарий саласына. Қазақстан тарихы, қазақ тіліне уклон болып кетті. Мен енді заңгер болам деп келіп тұрмын ғой. Содан кейін барып жаңа екінші апам Самал айтты, орыс факультетіне түс. Орыс факультетінде грант көп, содан кейін конкуренция аз деп. Сен түсесің оған деп. Сөйтіп өзім көзім шыпылықтатып, өзім білмеймін не істеп жатқанымды айтып, сол жерде бір нәрселерді толтырдық. Көзді жұмдым да тек. Қолды қойдым. Орыс болса орыс дедім. Бірақ мамам айтты сосын. Мен сосын оқымаймын деген мінездімін ғой мен. Оқымаймын мен папам айтам, сізді папам маған заңгер боласың деп айтқан, папам менің мал сойып берген, саған мамама әңгіме айтып жүрмін ғой. Сіздің саудаңыздың ақшасы емес, ол әкемнің көк өгіздің ақшасы. Әкем сен айттың заңгер қылам деп айтты папам деп. Әкемнің қызым ғой. Сөйтіп әкемді алдап тұрсың дейсің ғой. Сен солай алдап тұрсыз деп мамама айтты. Мен мамама сіз деп айтам, әлі үшін әкеме дейсіз папа. Сөйтіп сөйлесіп келе, содан кейін екінші күні анам айтты. Сен немесе осы оқуға түсесің, немесе ауылға барып қой бағасың. Содан кейін бір түн ойланып шықтым. Алматыны көріп тұрмын, өмірімде бірінші рет келіп тұрмын Алматыға 16 жасымда. Сосын түнімен ойлап шықтым да ойладым. Не болса да мен осы жерде қалайын. Ауылға барғаннан пайда болмайды маған деп. Сонда да ойлап қоям, колледж бітіргеннен кейін сұрадым, колледж бітіргеннен институтқа түсуге болады екен жаңағы деп айтты маған. Сосын ойладым, колледж бітіріп алайын, ары қарай өзім білемін ғой деп. Сөйтіп сол түстім, сол оқуға грантқа түстім. Орыс тілінде оқу маған өте қиын болды, бірақ сол жердегі жалпы өмірлік үлкен әсер берген маған орыс тілінде оқу болды. Сақылдаған орыстар мен немістердің ортасында оқыдым. Маған тура керек сол болған. Аналардан қалып қалмас үшін жаңа маркетингті оқимыз. Филипп Котлердің кітабын. Маркетинг это удовлетворение нужд потребителей деп жаттап алам, өзім түсінбеймін, бірақ оның не екенін. Сөйтіп жаттап барам, 5-6 сөйлемді айтам, ортасына апай сұрақ қойса, ары қарай айта алмай қаламын. Сөйтіп жаттап жүріп оқыдым. Содан кейін колледж бітірген кезде жаңа біздің зам директор айтады ғой, бәрін көрдім дейді, бірақ мына Әселдей кісі көрген жоқпын дейді. Әйтеуір бірінші мақсат стипендиядан айырылып қалмау, екінші мақсат оқудан шығып қалмау, үшінші мақсат жаңа ауылға бармау ғой. Сол үш мақсатпен жаттай берген ғой. Мен жаттай беретін, түсінбей тұрсам да жаттап баратынмын. Сол жаттағаныма қарап бірінші семестрде маған баға қойды. Екінші семестрден бастап түсінік келе бастады маған. Содан кейін барып қалған 2 жылда, 3 жыл оқимыз ғой жалпы, қалған 2 жылда өте жақсы оқып шықтым. Мәскеуде де оқыдың одан кейін. Одан кейін Тынышпаев атындағы Қазақстан академиясында оқыдым, финансы кредитті бітірдім. Мен маркетингті бітіргеннен кейін ары қарай мен юрист болғым келмей қалды. Одан кейін барып сол жаңа финанс и кредитті оқыдым, қаржы және несие экономика факультетін. Одан кейін барып Мәскеуде президент академиясында экзекутив MBA-ді оқып, менеджмент саласын игеріп келдім. Одан кейін Volkswagen заводында стажировкада болып, ол жерде мына жалпы біз қаржыгерміз ғой, біз Қазақстанның қаржыгерміз. Біздің дипломдарымыз көп уақытта шетелге барған кезде тіпті жұмыс жасауға да жарамай қалады. Сондықтан переквалификация деп айтамыз, кері квалификация алып, евро-менеджер деген сол жақтан, және де әлемдік маркетолог деген статус алып келдім. Мәртебеңді, дәрежеңді жоғарылатып. Мынандай оқудан өткеннен кейін әрине банк саласының ең кәдімгі тіс қаққан менеджері боласың. Шүкір, бар. Әрине, біз оған өте қуаныштымыз. Ал енді өмірдегі жаңа жақындарың кішкентайынан осындай пысық еді деп айтып тұр. Өмірде мына қаржы жағына келген кезде үйде кімнің бәсі жоғары? Кімнің қалтасында ақша жүреді? Кім ақшаға байланысты шешім қабылдайды? Енді шынына айтатын болсақ, ақшаға қатысты шешімдерін қабылдайтын мен. Жалпы тек қана өз үйімде ғана емес, жалпы бауырларының арасында ақшаға қатысты шешімді мен қабылдаймын. Одан кейін барып ақшаға қатысты көптеген жаңағы бауырларымның
сұрақтарына жауап беретін, жалпы қаржылық сауаттылық аясында оларды үйрететін осы мен. Бірақ соңғы кездерде кішкене соңғы 2-3 жылдықта жаңадан сана сезіміме басқа да бір ойлар келіп, өзімнің ағам болған, мен жалғыз ағам қайтыс болып кетті, қазір артынан 4 баласы қалды. Баяғыда бірінші звоноктан көмектесе беретінмін. Мынаған бере салшы, 2000 теңге бере салшы, 5000 теңге бере салшы деп. Ең қиын нәрсе маған болған осы қаржылық сауаттылық аясындағы өзімнің бауырыма жоқ деп айту. Мен неліктен өз бауырыма жоқ деп айтам, әзірде жоқ деп айтам. Неге десеңіз, біріншіден иә деп айта отыру, мен оны өсірмеймін. Ол сол қателігін әрі қарай жасай береді. Мен бір күн бармын, ертең жоқпын, білмеймін ғой қанша уақыт мен болатын. Сондықтан мен барымда ол өз қателігін жасап, өз қателігін мойындап, өз проблемасын өз шешу арқылы өссін деймін. Мен бір статьяны оқыдым, бір әлемдік бестселлер кітаптың ішіне жазған екен. Біреуге көмектесе отырып, сен биік болам деп ойлама деп жазылыпты. Сол кезде мен басыма тарс ете түсті. Және де қазір мақалдар бар ғой, мына балаға балық берме, қармақ бер деп. Сондай бүгінде өзім де сол тұжырымда жүрем. Сондықтан қаржыға қатысты бүкіл сұрақтарға да, жалпы қаржыға қатысты жоспарлау да барлығы осы менің мойнымда. Әсел, бірақ енді несін жасырайық? Осы мінезіңмен, жоқ деген мінезіңмен кімге жақтың? Жақпай қалады ғой адам. Иә, жақпайтын адамдарға да көп болдым. Жалпы менің заңгер болмауымның түпкі бір себебі басқада екен. Анамның соңынан кейін айту бойынша. Ол маған айтқанда айтты, сен мынандай тік мінезіңмен, батыстық тік айтуыңмен көп адам сені дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Және де сенің шындығыңмен де сен заңгер болады деп ойламаймын деп. Сол мамам солай ойлаған екен. Сындырып жібереді деп ойлады. Сындырып жібереді. Сен жүйеде болуың керек та, сен жүйенің адамы емессің дейді. Сен шындықтың адамысың деп. Қандай дана. Сол кездегі менің бір түсінгенім, үйде де жалпы ақшаға қатысты азамат соғыстар болып тұрады. Ол нормально, бауырлар арасында да болып тұрады. Әкеме де әлі күнге шейін айтамын, 75-ке келсе де осы алдыңғы аптада барып келдім. Көбіне ұнатпайды. Бауырларым да ұнатпайды. Артық айтсам бір нәрселерді қазір алдап айтам. Қазір ұрыспай айтамыз ғой енді, мүмкіндігінше. Жұмыста да көп адамға тіке мінезім ұнаған жоқ. Бірақ Алла тағала да уақытта бәрін өзі реттейді екен ғой. Сол өзіме тән адамдар, мені дұрыс түсінетін, қалай бармын, солай мені қабылдайтын адамдар өмірімде көп болды. Үйді де, түзді де қатар алып жүрген әйелсің, Әсел. Бірақ дегенмен отбасы үшін құрбан еткен дүниең бар ма? Мансап үшін құрбан еткен дүниең бар ма? Жалпы мен көптеген қателіктер жасадым. Бірақ мен қателіктен қорықпаймын. Сол қателіктер үшін төтеп жауап бердім. Ол қателіктерді қайтадан қайталауға дайынмын. Неге десеңіз, сол қателік бүгінгі таңдағы менің үлкен өсуіме әкелді. Егер сол қателіктер менде болмағанда, мүмкін мен өспес едім. Біріншіден, екіншіден, басында мансаптық даңқ қиын нәрсе ғой. 26 жасымда өзің әрі әдемісің, әрі жассың, энергияң тасып тұрады, білімдісің. Сол кезде кішкене жолдасымен қарым-қатынастарым шамалы болды мен. 26-30 жасқа шейін 3-4 жыл екеуміз бір тәжірибелі испытательный срокта жүрдік. Бір арнаға, неге десеңіз, ол кісінің ой басқа жақтан. Ол әскери адам ғой. Ол әскери азамат. Одан кейін барып, мен енді жартқан келін емеспін, шын айтайын. Бірақ ата-ане мені өте жақсы көреді, сыйлайды. Біз өзіміз 3 ағайынды жолдасымнан, мен үлкен келінмін. Енемді өте жақсы көрем, сыйлаймын. Мен бүгінде абысындарым мені өте қатты сыйлайды, қайнендерім қатты сыйлайды. Мендегі ең бірінші мендегі ойымдағы нәрсе болды, бірінші сыйластықта болу, өзімнің шекарамды білу, шегімді білу. Одан кейінгі барып сол кездегі ең бірінші түсінген нәрсем сол көптеген азамат соғыстан кейін, одан кейін үлкен кісілерді тыңдап, алдымда бой түзер жақсы әйел азаматтар көп болды менде. Сол кісілердің әңгімесін тыңдап, сол кісілердің сөздерін тыңдап, мен үйге кірген кезде мына иығымдағы жұлдыздарды шешіп үйрендім. Үйге кірген кезде аяқ киімді ауыстырған сәттен бастап үйде әйел екенімді
түсініп үйрендім. Сол кезден бастап көп нәрсе кішкене жұмсақтана бастады. Иә, мен ондай пельмен түйіп отырған әйел емес шығармын. Мен содан кейін бар, балаларым шикі болды ғой, кішкентай. Үйде бала қарайтын кісі бар, үйді реттейтін кісі бар. Сондай енді адамдар көп болды да, үйдің ішінде бөтен адамдар көп жүрді. Жалпы кез келген бір үйде бөтен адам жүрсе, өзіңді басқаша сезініп, және де сәл кішкене басқа әрекетте боласың. Үйде біреу жүрсе, кішкене басқаша өзің сезінесің ғой. Еркін ұстай алмайсың. Еркіндік те жоқ, сәл кішкене қарым-қатынаста да еркін сөйлесу жоқ сияқты. Солай екінші ұлым өсіп кеткенге дейін, 10 жасқа дейін біздің үйде бала күтушісі болды. Сөйтіп сол кездерде менің ең бірінші қынжылтатыны, сол балам 10-ға толғанға дейінгі қынжылтқаны, екінші ұлдың 15 жыл бірге болдық. Жолдасым екеуміз. Сол кезде менің бір түсінгенім, мен әр уақытта ойлайтын, мен де екі балаға дұрыс қарап атқан жоқпын, мен дұрыс әйел емеспін, мен дұрыс ана емеспін деген әр уақытта өзіңді өзің кінәлау. Мен дұрыс қыз емеспін, әке-шешем 3000 километр жерде ауырып жатыр деген сияқты бір өмірі бір әйтеуір мін тауып тұратынмын да өзімнен. Біреуге қарыздарсың үнемі. Біреудің алдында борышты сияқты болып, мынау бір өзім әке-шешемнің үмітін ақтамаған сияқты, жолдасымның үмітін ақтамаған сияқты, или сондай бір осылай қылып көп қыз өмір сүреді ғой, көп әйел өмір сүреді осылай. Сондай менде өте қиын сондай кездер болды. Одан кейін барып 2010 жылы мен Мәскеуге барып оқып келдім. Барып Мәскеуге оқып келдім. Сол кезде үлкен доктор наук психолог әйел азамат айтты: неғұрлым сен өзіңді біреудің алдында кінәлі сезінетін болсаң, соғұрлым сен өмір бойы біреуге кінәлі болып, өмір бойы не бақытты, не бақытсыз болмай ортасында өмір сүресің деді. Бақытты болу да, бақытсыз болу да тек сенің таңдауың деген кезде, енді сол бәлен миллион теңге төлеп барып келдім, 1 апта оқыдым. Сол кездегі екі нәрсе түйіндім. Бірінші, сол өзімнің кім екенімді, өзімнің бүгінгі қандай сондай әсел екенімді, өзімнің дұрыс өзімді қабылдай білуім. Ешкімге қарыздар емес екенімді, ешкімді менде анам, жалпы біздің үйдегі 4 қызбыз ғой, 4 қызды да мойымауды үйретті. Так, тұр, жүр, бар деп. 2 ұл болды, 2 еркелеу болды. Негізінде менің сәл ер азамат сияқты мінезімнің бірде-бір, жалпы көп бүгінгі істеп отқан іс-әрекетіміздің түп нұсқасы әке-шешемізден, үйдегі өзіміздің түп ошағымыздан алған тәрбие ғой. Бізде 3 қыз дүниеге келеді, 3 апам. Одан кейін ұл дүниеге келеді. 3-ші қыз дүниеге келген кезде әкем шешемді алып кетуге бармайды, сен қыз туа бересің. Енесі оған айтты, талап қояды, сен не қыз туасың, давай ұл тумасаң үйге келме. Сөйтіп 3 қыз болады. Одан кейін мамам байғұс зарлап жүріп, Алладан сұрап бір ұл алады. Ол ұл ерке. Одан кейін артынан мен ерсін деп тағы туады, ұл ерсін деп. Мен қыз туылам, қайтадан 4-ші қыз туылам. Содан кейін бірақ біз көп уақытта ерте үйленген кезде өзіміздің саналы түрде әке-шеше болуға көбіне дайын болмаймыз ғой. Мен дүниеге келген кезде әкем 30-дан асып кеткен ер азамат болды да, мені басқаша ерекше жақсы көрді. Мүмкін сол кезде ол дәл әке болуға дайын беді. Пісті ме деген сол болды да. Одан кейін әкем маған деп айтатын: бұл алтын қыз, менің ұлымның артынан ерген қыз деп сөйтіп ойлайтын да. Содан кейін мамам таңертең кешке дейін: Тұрсынғалижан, міне ішсін, осы жесін деп ұлына бере беретін да. Сол кезде менде мынандай ішкі дүние пайда болды да, ұл болуға тырыстым мен. Одан кейін барып менің әсеке болуымның да себебі, ер мінезді болу да себебі, сол кезде менің әкемнің, шешемнің қыз болса да ұлдай деп айтсын деп. Қораға бар, боқты да жинап, 6 сиырды сауып, шелек 15 литрдан 30 литр шелек, кетіп бара жатып тезекті аударып кетем, малдың боғын. Қайтып келе жатып оны үйіп кетем. Сондай бір кәдімгідей қара күшпен жұмыс жасадық қой. Қазіргідей ол газ жоқ. Ол кезде таңертең 5:40-та тұрамыз. 5:40-та барып сиыр сауасың, 6 сиыр сауасың. Сөйтіп 8:30-ға шейін, сабағыңға шейін сен 6 сиырды сауып, пешті жағып, ол даладағы ошақ қой. Ошаққа ол жай жақпайсың, тезекпен жағасың. Тезек ол малдың боғы. Сөйтіп оның бәрін құр жүрмейсің ғой, барасың мөшеппен барып
тамақ жаңа малдың суын алып Тасисың, барасың, иә. қайтарда боқ тасып келесің. Ол және де ол жұмсағын біз үйдің сыртын сылаймыз. Соны ер балаға татимын деп, тіпті менің бала күнімде әкемнің достары келген кезде мен жаңағы ағам ерке ғой, енді кетіп қалады бір жаққа. Одан кейін артымнан мен ұл болды. Мен артымнан ұл болғаннан кейін әкем одан да қатты еркеледі. Менің алтын қызым алтын болған соншылық алдынан артынан ұл ерді деген сондай. Қазақша айтқанда май көтен қыз болды. Май көтен қыз болды деп. Шынымен де май көтен деп айтады маған. Сөйтіп ана әкем ағам кішкене аздап ерке болғаннан кейін нағашы әжем еркелетеді, ол жақта ұл бала болмаған. Мына әжеміз еркелетеді, бүкіл бауырларымыз еркелетеді, нағашы жұрт еркелетеді. Анау кішкене еркеліктен аздап жүре алмай қалған кездер болды, енді қатты еркеліктен. Сөйтіп жүрген кезде әкем жаңа мотор бұзады ғой. Сол әкемнің қасында әй әттең балам жоқ демесін деп жүгіріп барып майыма қолын салып тұрып әкемнің қасында дым істемесең мотордың қасында жүресің. Иә, сол кілтін алып беріп, 16-шы кілт қандай екенін 18-ші кілтті әлі күнге шейін білемін мен. 16-шы кілт бере ғой қызым, 15-ші кілт бере ғой. Қызым мына майды алу керек, ана майды әкеле ғой, гараждан ананы алып кел. Сол әкемнің қасында ұл болуға тырыстым. Сондықтан ұл балалық мінездерде сондықтан шығар. Бірақ ол жаман мінез емес. Ұл бала болу деген тек қана қара жұмыс жасаған емес қой. Ұл бала ер азаматтылық мінез, ер азаматтылық бір жаңа тату ғой, соған тұру деген сияқты ма, солай деп ойлаймын. Әсел, мен өзіңді тыңдап отырып бір айызым қанып отырды. Өйткені банк саласы деген кезде әдетте әппақ көйлек киіп алып, қолында ең ауыры көп болса бір қалам ұстайтын адам, я болмаса шытырлатып ақша санайтын адамды алтын көзілдірік киіп алып, елдің алдында әдемі сөйлеп, қаржыны, долларды, Доу Джонстарды түсіндіретін адамдарды ғана көзге елестетеміз. Ал банк саласында осындай кәдімгі қарапайым отбасынан шығып, тезек теріп өскен, әкесінің қасында май-май болып, моторды да бұзып, кілтті де бере отырып, үйдегі де, түздегі де шаруаны қасындағы бауырында алдына тіпті тізіп қойып, олардың да сауатын ашып, өзінің де шаруасына пысық қыздың өсіп, осы банк саласында бастық болып, 26 жасында қаржы саласын басқарып отырған қазақ қызын көріп отырып, мен тамсанып та отырмын. Бір жағынан айызым да қанып отыр. Өйткені банк саласы әсіресе біздің, мынау мен 90-шы жылдарғы журналистер үшін айтсам, мүмкін қателеспейді де шығармын. Қазақ тілінде сөйлейтін қаржы саласындағы, экономика саласындағы мамандарды табу неғайбыл болатын. Өзің де білесің. Банкке барса, ол қазақша сөйлемейді. Қаржыны орысша түсіндіретін ғана эксперттер толып жүреді, ал қазақша сөйлейтін бірде-бір қаржыгерді таба алмайтынбыз. Басы қасында жүретін кілең орыс тілді мамандар еді. Қазір шүкір қазақ тілді мамандар көбеюде. Отбасы банкқа, дәл осы қазаққа үй алып беретін, баспаналы қылатын банктың басы қасында соның қаржысын түсіндіруге қазақы адамды алғаны қандай дұрыс болған. Жан жақты етіп. Рахмет, Әсел, сол еңбегіңіздің өтеуі бүгін мінекей халыққа танылып, Асеке ханым болып отырсыз. Мен тағы бір сұрайын деген нәрсем, қаржы саласында басқаруда отырған кезде адам танитын менеджер ретінде сізді сол жерге тағайындап отыр ғой. Адамды қалай танисыз? Ертең жұмысты алып кете ма? Менің тапсырған тапсырмамды жерде қалдырмай, жауапкершілігі қандай деп бірден танисыз ба? 100%-ға емес, бірақ 80%-ға танимын деп айтамын. Мен үшін ең бірінші 3 нәрсе маңызды. Мен әр уақытта, мен 15 минуттық интервьюда мен шамамен білем алдымда кім отырған. Ең бірінші маған білімі қажет. Сосын сол білім аясында жұмыс жасады ма, жоқ па, сол маңызды. Ең бірінші білім. Екіншісі маған жалпы тәжірибесі маңызды. Маған тәжірибе, ол қандай да болмасын, тіпті Арифлейм сатса да, маған тәжірибесі маңызды. Ол сатылды ма, сата алама деп, өзін сата алама деген сияқты. Үшіншісі түйіндемедегі тұрақтылық маңызды маған. Неге десеңіз, мысалға түйіндемеге қарап, 6 ай мына жерде, 8 ай мына жерде істеп жүрген азамат, ол тұрақсыз деген азамат. Ол немесе өзін сата алмайды, немесе тәжірибесі жеткіліксіз, немесе ұжымға сыймайды. Ұжымға сыймайды, немесе білімі жеткіліксіз азамат деп есептеймін. Біздің қазақ халқы көп уақытта қаржылық тұрғыда сауатсыздығының бірде-бір себебі, жаңа өзіңіз дөп түскен, ол қазақ елінде, қазақ тілінде қаржы сауаттылығын
қаржы саласында қазақ тілінде соны дұрыс жеткізбеудік. Неге десеңіз, орыс тілді біз оқымағанбыз мектепте. Біз орыс тілді дұрыс жетік түсінбейміз. Жартылай түсінсек, жартылай түсінбейміз. Бір мәңгүрттік қой енді. Енді мәңгүрттік деген қатты сөз болса да, бірақ айтайын, біз жаңағы ішкі сезіміміз, ұлттық сезіміміз, ішкі сезіміміз оянсын деген мақсатта. Ол жердегі жаңағы ана жақтан дұрыс түсінбей, мына жақтан дұрыс түсінбей, сондықтан мына 2018 жылы Дәулетжан екеумізге бірде-бір жаңа осы популярлық дүние әкелген, осы екеуміздің қазақ тілінде мынаны аласың, мынаған барасың, мынаны жазасың, мынаның көшірмесін аласың деген нақты қазақ тіліндегі нұсқау бере отырып, мен өзіме, тек қана өзіме 1000 қазаққа үй алып беруге көмектестім деп айтсам, бұл артық емес. Маған күнде жазады: Әсел ханым, мен бүгін несиемді жаптым. Әсел ханым, сізге рахмет. Әсел ханым, мен күнде үйге кірген кезде сіз есіме түсесіз, сіз жайында ойлаймын. Сіз айтып едіңіз маған, рисковать етте ал деп. Тәуекел ет. Қара, бала өсет, тездет деп мысалға кейбір қыздарға айтатын, мысалға келіп жылап отырады. Менің көмекші қызым айтады, осы Астана қаласында отбасы банкта жұмысқан кезде, айғайлап келеді ғой: бастығың шақыр, мынау не болып жатыр, масқара, маған бүйтіп айтты, сөйтіп айтты, дұрыс түсіндірген жоқ, мен очередьтен шығып қалдым, кезектен, жаңа әкімшіліктен деген сияқты. Үйден түсіп қалдым, үйден түсіп қалдым, мен конкурсқа үлгере алмай қалдым деп, ана шашты алайын деп келіп тұрады ана жерде кісілер, айқай шу. Сосын менің кабинетіме кіргізеді, мен оларға отырғызамын, сөйлесем, бұл былай, мынау былай, кәдімгідей адамша сөйлесем, шын ниетпен, болсын деген ниетпен, қандай мүмкіндіктер барын жаңағы нақты айтам. Апай, мына жерден сіздің бал болмай қалған себебі ол мына жерде. Неліктен сіз уақытылы ақша жинамағандықтан, мына жерде сіздің шоттарыңыз арестке түсіп қалған деп, сөйтіп жаңағы болсын деген ниетпен сен өтпей қалдың емес, болсын деген ниетпен келесте сен қалай өтуін амалын көрсеткен кезде адам ақымақ емес, түсінеді, білет. Сөйтіп жаңағы ана нелер, әйел азаматтар, жалғыз басты аналар Ақорданың алдына барып ай деп аштық жариялаған кезде олар 40-40 әкеп бізге әкеп тастайтын, осылармен жаңа жұмыс жасаңдар деп. Сол кезде айтатын: әйелдер, менің мына тумбочкамның астында кілт жоқ, бәрі заңды түрде аласыңдар, барлығына заң бірдей, сондықтан сауаттылықтарыңды ашыңдар, ақшаларыңды жинаңдар, етектерің бәрін кішкене жинап отырыңдар, жинақтала бастаңдар. Сіздерді басқа әрекет жасамай, басқа нәтиже алам деп ойламаңдар деп. Сол кезде бір күнде бола қалмайды. Бір күнде болмайды, ол бәріне уақыт керек деп айтқан кезде, сол жаңағы менің көмекші қызым айтатын: сізге ұрысып ағалап келген кезде кірет, сосын мәз болып рахмет айтып сізде не шығады деп. Мен айтам: көкем, мен оған кілт бермеймін, мен оған арман мақсаттың мүмкін екендігін беремін. Сол арқылы қазақ тілінде қазақ еліне түсіндірсе, қазақ елі ақымақ емеспіз ғой, біз бәрін түсінеміз. Бірақ оны түсіну үшін біз өз тілімізде, жалпы сауаттылық, қандай да болмасын сауаттылық, білім, неғұрлым ана тілінде берілсе, соғұрлым біз білімді боламыз. Сосын мен мынаны ойладым, Әсел, осылай түсіндіре білетін, ортада бір кеңес айтатын адам болса, ақша үшін сен бәленше ақша таппадың, я болмаса сен осыншама кіріс әкелмедің үйге деп, бір-бірімен жанжалға дейін баратын отбасылар ажырасып жатады. Соларға дер кезінде осындай дұрыс кеңес айтса, қаншама отбасы түтінін түзу шығарып, қол ұстасып өмір бақи өтер еді. Осындай бір жастарға не айтар едіңіз? Қыздар мысалы талапшыл болады қазір. Айына бәленше ақша таппаса, мен оған күйеуге тимеймін дейтін. Неден бастау керек жастар? Мен енді өзім әйел азамат ретінде, 3 жылдың анасы ретінде, заман өсуде, заманауи талаптар өсуде. Қыз балалар өсіп жатыр десек, ұл балалар да өсуде қазір. Жалпы мына білімді қаржылық сауаттылық аясында өнем деген азаматтар егер отбасылық құрған кезде, кез келген әйел мен еркектің ортасында бірінші отбасылық бюджет болу керек. Екіншіден, сол отбасылық бюджет аясында қаржылық жоспар болу керек, бірге жоспар, бірдей жоспар. Және сол қаржылық жоспар аясында, сол отбасылық бюджет аясында екі жақтылық теңді жауапкершілік керек. Жауапкершілік жоқ жерде ақша жоқ. Одан кейін барып бір жақты талап ету ешқашан жақсылыққа келмейді. Екі жақта кіріс алып келіп отыру керек. Екі жақта жауапкершілік болу керек.
немесе сол мысалға еркек адам ақшаны әкеліп әйел адам соны дұрыстап реттеп алу керек, немесе жаңағы мысалға кейбір кезде болады, мысалы ер азамат жақсы жұмыс жасайды, балаларды қарау керек. Мысалы балалар қараған кезде де мен айлығымның жартысынан көбі менің бала күтушісіне кететін. Мысалға мен үйде отырсам ол айлығым жартысы ешқайға кетпейтін еді ғой, ешкім жұмыс жасап та қажет емес, солай ғой, анаң үйде боласың. Сол сияқты тепе теңді жауапкершілікті бөле отырып, ортақ жоспар, ортақ бюджет, ортақ қаржылық жоспар, ортақ арманды бірге жасау ең үлкен жетістік сол. Мына әйел азамат жыртық етікпен жүріп балафасына айфон алып, ер азамат өзімен өзі мен ипотеканы төлеп жатырмын, қалғасында шаруам жоқ деп басқа жақта жүрсе, екі әйел мен еркек бір жаққа қарамай, бір жақты даму болмайды деп ойлаймын. Мен өзімнің алдымда жұмыс барысында, жұмыс бабымен көптеген миллиондаған кейспен кездестім. Сол кездегі әйел азамат пен ер азаматтың ауызбіршіліктің жоқтығында және де жалпы үйдегі жоспар жоқтығының бірде-бір себебі, әйел азамат келіп отырады, ер азаматтың басында несие бар екен білмейді. Ер азамат келіп отырады, өзінің әйелінің басында несие бар екен білмейді. Сондықтан мына жалпы қаржылық жоспар, жаңағы қаржылық қауіпсіздік жастығы, финансовая подушка безопасности, соның барлығын еркек пен әйел бірге істесе, ол жерде ақша үшін жанжал болмайды. Мен жалпы маған түрім сондай, маған кез келген адам ақша жайында әңгіме айтады. Мен білмеймін енді, өз санасыз түрде ақша сізді жақсы көреді. Москвадан ұшып келе жатырсам, бір кісі университет бітіріп, бәріміз ұшып кетіріп қойын, академия бітіріп. Сосын достарым артта отырды, мен самолетте, мен айтам, мен алға барып демалайын, ерте маған жұмыс деп алға отырсам, мен содан кейін бір бостау жерге барып отырып, өзімнің орныма барып отырып, бостау екен, ол мына жерде адам жоқ екен, осы жерге рядқа отырайын, нағыз болса қазір ұшып кеткеннен жатып ұйықтаймын ғой деп өзімше Москвадан келгенше 5,5 сағат ұшамыз ғой. Сөйтіп отырсам, ортамызда біз келесісіне бір әйел отырып, бүйтіп маған қарай береді, тәте, мен сізді білем, сіз деген қаржылық сауаттылықты айтатын кісі, сіз маған консультация беріңіз. Келгенше 5 сағат соған консультация беріп келдім. Аспанда да тауып алды. Аспанда да тауып алды, жерде тауып алды. Кеше бір кісі маған осы ақша жайында қайтадан тағы әңгіме айтып жатыр да. Сол кездегі мен бедейт әңгімесі былай. Қазір барлығы қымбатшылық. Барлығы ештеңкеге ақша жетпейді дейді. Содан кейін ана кісіге қарап отырдым да, неге ақша жетпейді? Вот ананы сұрайды, мынаны сұрайды, балалар мынаны сұрайды, әйел мынаны сұрайды дейді. Ол жетіспеушілік емес қой. Ол біздің жаңа сұранысымыз. Ақшаның бірде-бір жетіспеушіліктің себебі адамда сұраныстың көп болуы. Шексіз сұраныстың көп болуы. Ал қаржылық жоспар дегеніміз сол сұранысты шектейді. Нақты мақсат болу керек. Нақты. Мысалға, жолдасы келеді, 1 миллион теңге тауып келеді мысалға, сосын айтады, міне бір нәрсе қыл жарады дейді. Әйел ол жерде етік алғысы келеді, өзіне басқа көйлек алғысы келеді, өзінің жұртына бергісі келеді. Білмеймін, енді көптеген неше түрлі себептер болады ғой, әртүрлі себептер болады. Жақсы жағдайлар, шамалы жағдайлар. Сол кезде қаржылық жоспар болған кезде, қаржылық жоспар аясында әйел азамат пен ер азамат, мен өзім де жаңағы айтады ғой, бергеніңді айтпа деп шешемде айтатын. Бергенімді айтпаймын, бірақ мен 10%-ға дейін мен беруге тырысам. Сол мысалға үйге екі жақтылап миллион теңге келіп жатыр ма, 800 мың теңге келіп жатыр ма, соның 80-100 мың теңгесіне бір шетке қойып, осы ақшаға сұрамай не істесең де өзің білесің деген сондай бір бюджет болу керек. Немесе егер мен сәпсем тәуелді болып қалдым, қиын болды жағдайым, бұрын күйеуге шыққанға шейін қыз да едім, қазір быт жатым шықты деген әйелдерге айтатын әңгімемен. Сондықтан кез келген бюджетті бала күнінен бастап, жаңағы жүріп жүрген кезден бастап қарау керек та. Екеуі транжира ма, транжира емес па, ақшаны қалай жояды, жалпы қаржылық мақсаты қалай, ол өзін қалай көреді, жалпы өзінің негізгі мақсатында не бар деген сияқты. Енді бұл материалдық тұрғыда өте қиын сұрақ, бірақ дегенмен бүгінгі жастар да, орта буын да материалдық дүниеге көп мойынсынғанбыз, көп бұрылып кеткенбіз. Сондықтан ақша жетпеушілік емес, өзіңнің сұранысыңды жауап алмау деген сөз. Вот екеуінің айырмашылығын нақты білу керек та. Мұның түп тамыры қанағатшыл болуда ма? Түп тамыры өзіңді шектеу ма? Өзіңді шектеу емес, қанағатты білетін адам ба?
жоспарладым. Жоспарладым. Менде осында жоқ, бірақ мен 2 айдан кейін аламын. Мен 1 айдан кейін аламын. Сондай. Мына орысшада айтады ғой, эмоциональный покупки деген сияқты. Көріп қалады да, жоспардан ауытқып кететін адамды не дейміз? Жоспар дегенді білмейтін адам ба? Жалпы біздің қазақтағы маған келген мыңдаған адамның жеке консультацияға келген жалпы үлкен мастер-класстарда мен бір түсінгенім, бізде қазақта қандай аурулар бар? Қаржылық аурулар. Соны айтыңыз. Бірінші қаржылық ауру, біз стратегиялық түрде ойлау білмейміз. Қазір алсам екен, қазір жесем екен, қазір бүйтсем екен, қазір миллионер болсам екен. Тура қазір. Бірінші. Екіншілік, бізде шыдамдылық жоқ. Үшінші, бізде табандылық жоқ. Тайып кетеміз де, өзімізге берген серттен де тайып кетеміз, жолдасымызға берген, анамызға, әкемізге берген серттен тайып кетеміз де. Бірінші қиындыққа беріліп. Екіншісі, жаңағы кез келген сұрақты дипломатикалық тұрғыда дұрыс шешу. Сол қаржылық сұрақты шешу. Одан кейін бізде анализ жоқ. Біздің қазақтың басына тырнауыш 1 емес 5-6 рет тисе де көгерген жерін есіне сақтамайды ғой. Қайта қайтсын басына ұра береді, ол қайтадан анализ жасамайды. Бір қате жасадың ба, келесіде ол қателерді қайталама, сен басқа нәтижеге жетесің. Одан кейін барып үлкен мақсатқа жұмыс жасамау. Кез келген ақша тек мақсатқа келеді. Мақсатың жоқ па, ақша болу-болмау екі талай. Болуы мүмкін, сен қалай болды, солай жоясың. Одан кейінгі барып нәрсе жалпы мына біздің қазақтың бір ол жоқшылықта шығар, біздің мына денемізде қалған, қандай да болмасын, әке-шешемізден келген денемізде қалған бір ойлар немесе бір оқиғалар шығар. Қолымызға келген ақшаны тек жойып тастауға тырысамыз. Ақшаны көбейте алмау, көбейту білмейміз, ақшаны сақтау білмейміз, көбейту білмейміз. Одан кейінгі біздің қазақтағы бірінші жаңа көп проблемалардың бірі, ол бастаған істі соңына дейін жеткізе алмау. Жоспар қойды ма, соңына шейін жеткізбейді, сол жаңа табандылық аясында. Одан кейінгі барып дисциплина жоқ бізде. Бізде жалпы қаржылық тәртіп жоқ. Дағды. Привычки. Привычкіміз тәртіп пен дағды ол навык қой, ал тәртіп ол дисциплина. Бауыржан атамыз айтқан ғой, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Өз-өзімізге біз тәртіп қоямыз, ол тәртіп аясында өзіміз жасамағаннан кейін өз-өзімізбен бірге күйіп пісіп жүреміз де, тәртіп жоқ. Одан кейін көп уақыттағы өзімнің кейстарымды айтам, бұл жерде көп азамат аз жұмыс жасап көп ақша тапқысы келеді. Сол басындағы ниет па, сол ниет дұрыс болу керек. Ниет, іс-әрекет, нақты жоспар, жаңағы дисциплина арқылы, тәртіп арқылы нәтижеге келуге болады. Сондықтан да шығар, Әсел, мына Инстаграмда, жалпы әлеуметтік желіде бір күнде миллионер қылам, 3 күнде осындай нәтижеге жетесің деп сұмдық цифрларды көрсетіп ақша шақырып тұратын. Ол мүмкін, бірақ миллионның біреуінде ол үшін күйіп қажет емес. Қалған 999-ы миллион адамның миллион өз жолы бар. Бәрі кез келген азамат өзінің А нүктесінде тұрады. Ол бүгінгі біз. Мен кіммін, мен не қалаймын, мен қайда барғым келеді. Мен бүгін 2025 жылдың ақпаны, мен өзім 3 жылдан кейін қалай өзімді көрем. Солындай сұрақтардың өзіңе ешкіммен өзіңді салыстырмай, бүгінгі өзіңмен салыстыра отырып, кешегі өзіңмен салыстыра отырып өсеміз. Әр азаматтың траекториясы әртүрлі, әр азаматтың шексіздігі әртүрлі. Ол біздің жаңағы қай текке келгенімізден бастап әр азаматтың мүмкіндігі әртүрлі. Сол біреудің мүмкіндігімен жарысып қажет емес. Өз мүмкіндігімен жарыс. Кешегімен өзің салыстыра отырып, жаңа өзіңе талаптар қойып, соған жеткізу мәселесі. Әсел, енді мынандай баспен, мынандай біліммен әрине сен ешқандай пирамидалардың қармағына түскен жоқсың. Сенген жоқсың ондай нәрсеге. Біздің мемлекет қандай кезеңдерден өтіп жатыр, соның айналасында түрлі алаяқтық схемалар болды. Оған түспеген шығарсың. Прагматикалық тұрғыда ойлай білетін адам ондай жасамайды. Жасап көрген жоқпын. Бірақ дегенмен сізді өзіңді осындай позицияға келтіру жолында ең үлкен жасаған қателігі болды ма? Сені мықты қылған, осыдан кейін мен осы қателікті еш уақытта қайталамаймын, мен бұған қалай түстім деп өзің ренжіп бармақ тістеген кездерің? Менде бір қателік бар, ол адамға сеніп қалу. Адамға өзіңе сияқты сену. Бірақ
бірақ сол кезде айтқам, енді адамға сенсем ба деп. Өте келе менің түсінгенім, адамға сенуден қалған күні өмір сүріп қашты емес сияқты. Жалпы барлық адам керемет қой. Кез келген адамның жақсы жағын тауға болады да. Сондықтан жақсы адамға әр уақытта сену керек деп ойлаймын. Сенімсіздік жоқ жерде қарым-қатынас жоқ. Сенімсіздік жоқ жерде болашақ жоқ. Сенімсіздік жоқ жерде жалпы түп тамыр жоқ сияқты болады маған. Сондықтан бір азамат мені жаңағы сеніп қалдым да, жалпы жұмыс барысында сол кезде сол сенімді ақтамаған кезде мен ойладым, енді адамға сенбеймін деп. Сөйтіп өзіме серт бергем, бірақ одан кейін бар мына жылдан өсеміз ғой. Сол кезде бірақ одан қазір бәрібір мен адамға сенуге тырысамын. Қазіргі заманда бай болу ол бір күнде миллионер болу. Яғни бір жабайы буржуазия заманында қалыптасқан бір ұғым болды. Ал қазір жастарға бай болу деген не? Адаммен көп араласасыз. Сіздің айналысып жүрген, жұмыс істеп жүрген мамандық салаңыз ақшамен. Қалталы азамат деген қандай азамат? Жалпы мен байлық академиясының негізін құрадым. Неліктен ол байлық академиясы деп аталады? Жалпы байлық дегеніміз не? Соған жауап берейінші. Байлық дегеніміз ол әке-шешеміздің аман болуы. Байлық дегеніміз бұл өмірде анасың ба, әкесің ба, сол ана әке болу. Жақсы қыз, жақсы ұл болу. Деннің саулығы байлық. Білімді болу байлық. Көрегенділігің байлық. Басқа біреуге қол ұшын соза отырып, басқа азаматтың өмірін жақсарта білу ол байлық. Байлықтың ұғымы көп. Бай болу деген тек ақшалы болу емес. Бай болу деген өзінің адам болып бұл дүниеге келгеннен кейін адам ретінде өзіңнің жаңа реализацияда болуың, жан жақтылықты қамтамасыз ету. Тек байлық деген тек ақша емес. Байлық деген ол жан жақты түрде, оның ішіне рухани даму да кіреді. Жан жақтылық. Ал жаңағы бір күнде мен миллионер болам, 3 жылда мен $1 миллион табам дегендер, ол амбиция, ақша аясындағы амбиция. Оған жетуге болады. Ол үшін өзіңнің нақты жоспарың болса, жоспарың мен мүмкіндігің сай келсе, одан кейін санаулы тәуекелдерге бара алсаң, санаулы деген жаңа рассчитанный риск, санаулы тәуекелдерге бара алсаң, тәуекелдерің санаулы болса, рассчитанный риск. Және де жаңағы осы бағыттағы жолыңдағы қателерді дұрыстай отырып, стандартқа келіп, стандартты масштабтау арқылы миллионға жетуге болады. Ол басқа біреудің, бізде өкінішке орай батыс мемлекеттерінің баю идеологиясын ұсынады. Оның ішінде Илон Масктан бастап. Илон Масктың әке-шешесі миллионер болған. Оның бүгіндегі миллиардер болуы дұрыс. Сондықтан сенің А-нүктеңді дұрыс белгілеу керек та. Босқа шашылып, босқа жаңағы болмайтын газовать етіп, газ басып қашты емес. Сондықтан өзіңнің мүмкіндігіңе қарай баю. Менің бүгінгі негізгі мақсатым кез келген қазақтың бай болуға құқылы екен, бай бола алатынына оны өзін сендіру. Мен енді мотиватор ретінде айтайын. Ал саған сенімді не береді? Маған сенімді нәтиже береді. Нақты нәтиже. Яғни кері байланыс. Кері байланыстағы жаңағы айтып отырған нәтиже. Маған күнде жазады. Күнде менің қасымда Үміт қызым отыр. Күнде келеді бізге. Мен сіздің арқаңызда үй алып едім. Мен бүгін ипотеканы жаптым. Осы жақын арада Астанада мен аэропортқа келе жатырсам, аэропортқа қарама-қарсы біз қыз келе жатырып, мені көрді да бірінші қуанып кетті да. Тез сосын ана болады бір кезде қатты қуанасың да, шошып кетесің. Қуанта шошып кетті маған қарап. Әсел апай, мен осы айда депозитке ақша салған жоқпын дейді ғой. Есіне түсіп кеткен ғой. Не сәлем жоқ, не қалайсыз жоқ. Бірінші айтып отырған сонда, менің көптеген азаматтарға мен жайында ассоциация, ақшаң жина, есіңді жина. Шешем де айтады, 2 босағанға сен деп. Кез келген әйел азаматтың артында босақасы болу керек, сенімділік болу үшін, өзіңнің өмірге деген сенімділігің болу үшін. Алды-артыңды жинап жүруің керек деген нәрселер айтқан кезде, сондай маған бір кісі, мен осы айда ақша салған жоқпын деген кісі айтқан кері байланыс мен үшін нәтиже. 3 ұл тәрбиелеп отырсың. 3-еуі де қаржыгер бола ма? Бірінші ұлым бизнеспен айналысады. Бірінші ұлым қаржыгер шығар.
неге десеңіз ол жаңағы бизнес аясында көптеген екеуміз жақсы сөйлесеміз. Қазір балаларым жақсы өсіп кәдімгі өзіме дос болды, жақсы шүкір. Иә, екінші ұлым осы бүгінгі таңда 23 университеттен қабылдап алып отырмыз, шақырту қағазы. Оның мамандап отыр, 2 мамандық таңдап отыр. Біріншісі компьютер сайенс, екінші мамандық қаржыгер. Осы 2 мамандық бойынша қазір 23 шақыру алдық, қалған 32 негіз бердік, қалған қазір күтудеміз. Көктемнің соңына шейін барлық қабылданған жаңағы шақыртулар аясында шешім қабылдаймыз. Бірақ 50-де 50. Ол қазір қаржыгерлікке түсіп кетсе, ол қаржыгер болуға дайын. Кішкентайың? Кішкентайым әзірге творчество аясында өте пысық. Жалпы мен балаларымның, әзір айтады ғой, баланы жаңағы өзі жаңағы самостоятельный болсын деген бір вайптар бар ғой. Мен балаларым от безысходности самостоятельный болған ғой, шешесі қасында жоқ, енді өздері бір нәрсе ішіп жеу керек, аш болмау керек, өзі көріп жатқан балалар, өзі көріп жатқан балалар. Сол менің қаһарманым өзі көріп жүр, өзі жаңағы ашық сабаққа жазылып робототехникаға жазылған екен. Содан кейін апай айтады, ол робототехника жазылып, ертең анам төлейді, счетный оплата қойыңдар деп менің нөмірімді көрсетіп кетті. Ол одан кейін бар, бір апта өткеннен кейін ол шахматқа барады, шахматқанда счетный оплата қойып тұр. Сіздің балаңыз кеше келіп, анам менің кез келген шешімімді қолдайды деп айтады дейді. Қараңыз, балаң өзіне өзі сенімді. Содан кейін анау айтыпты, жаңа Виктория Александровна деген, Кахарман, у нас так не делается, я так делаю, мама мне разрешает, счет на оплату на Каспи выставьте деп телефон тасап кетті. Сөйтіп қазір таңертең ең бірінші жаңа баланы жақсы көрсең аяма дейді ғой. Ең бірінші сол таңертең мектепке дейін барып келеді, мектептен кейін жаңа толық қосымшада апай жеке дайындалады. Одан кейін жаңағы бір күн робототехника, бір күн шахмат. Сол бала таңертең кешке дейін миы толыққанда жұмыс жасап тұру керек. Үйге келсе ол ұялы телефон көреді. Ол келеді, шаршап шалдық, мен келіп шаршап шалдық. Анда-санда аналық рөлімді ұмытпайын деп, ана дәптеріңді ашып кішкене көрейін деп қоямын. Енді бұл жаңағы импровизация жасап. Ал былай жалпы енді мен ойлаймын, кез келген азамат өз ісінің маманы деп. Мен мұғалімге сенем. Мұғалім, одан кейін мұғалімнен кейін дайындыққа сенем, одан кейін басқа да мамандарға сенем. Мен өзім рахаттанып жұмыс жасаймын да. Мен ойлаймын, кез келген адам өзінің жұмысын сүйсе рахаттанып жұмыс жасайды деп. Және рахаттанып жасаған жұмысыңда теріс нәтиже болмайтынына мен сенімдім. Нәтиже береді әрине. Менің 4 модульдық сабағым бар. 18 сабақтан тұрады. Ол жерде барлық жауапкершіліктен бастап, қалай іс-әрекет жасау жөнінде үй жұмыстары барлығы берілген. Сол сабақты бір өтіп шықса, өкінішке орай мектепте де, колледжда да, университет, академияда еш жерде қаржылық сауаттылық толыққанда үйретілмейді. Сол 18 сабақты білсе, жаңағы машина айдауды біледі, ақшаны қалай басқаруды біледі. Сол сияқты сондай сабақтардан өту керек. Әйелміз ғой. Қалай болғанда да мынау бақыт деген не деген сұрақ қойғанда, қаржы саласының маманы не дейді екен? Өзімнің 3 баламның аман болу. Одан кейінгі барып жаңағы ең бүгіндегі ұстанымым менің бұл өмірге әкелген 3 баламның осы өмірге кері әсерін тигізбеуін қамтамасыз ету. Сол менің бақытым деп ойлаймын. Менің дүниеге әкелген баламның біреуге зияндығын тигізбесе екен деген сондай. Күнде ана жайман кемпір сияқты үйде қақсап отырамын. Әй балам, біреудің ала жібін аттама, біреуге өтірік айтпа, қызды ұстама, үйленем деген кезге қызға қолын ұстасаң болады. Мама айтады, мама қыздардың өздері ұстаса қолымды қайтем дейді. Енді ондай моменттер болып тұрады шығар, өздерің шешесіңдер дедім, ыңғайларың қарақ. Бірақ ер азамат ретінде өзің жаңағы ертең келіп тұрмаса, сен ұлың менің ренжітті қызымды деген ондай болмасын деп. Обалына қалма. Біреудің обалына қалма, ала жіпті аттама, біреуге жамандығың тимесін деген сондай. Сол егер барлығы сол болса, халықтың алғысымен мен бақыттымын жалпы, Аллаға шүкір. Ақшада достық бар ма? Ақшада достық бар, бірақ сенім деңгейі бар достықпен қатар. Ақшада сезім бар ма? Ақшада сезім бар, ол эмоция келеді ғой. Эмоция ақша шақырады. Эмоция ақша шақырады деген келіспеймін. Жалпы эмоция, ақшаны шашасың сен эмоциямен. Қазір қазақтар брокерлерге өзінің ақшасын тапсыруға тырысады. Сөйтіп отырып тағы да көп алаяқтық схемаларға тап болатыны көз алдымызда. Оған не айтасыз?
алаяқтық бойынша мен студия жалдап подкастқа әдейі салғам. Біздің қазақ 100 қазақ алаяққа ұрынбаса да әйтеуір білсін көрсін деп. 3 ұл тәрбиелеп отырған Асеке ханым ертең Құдай қаласа ене болады. Келіндеріңіз қай саладан болғанын қалар едіңіз? Саласына қарамас едім біріншіден. Екіншіден балам үйге кімді әкеледі, соны қабылдаймын. Одан кейін ары қарай тәрбиелеп аламын. Тәрбиеге көнбесе енді өздері көреді ғой. Бірақ ойбай мынандай салада болсын, мынандай әулеттен болсын, мынандай ру мынандай болсын, оңтүстіктен болсын, немесе батыстан болсын деген менде нақты талап жоқ. Балам бақытты болса, балама қарап мен бақытты боламын. Анаңның жиі айтатын ақылы өзіме. Қандай сөзі үнемі сенің санаңда тұрады? Балам эмоцияға берілме. Өзің енді қалаған жан таңдайсың ғой енді, бірақ дегенмен де ертең ойлану керек та. Мысалы, ол қанша дегенмен де ол сен ертең бала шағаңның анасы, біріншіден, екіншіден ол басына тәрбие беретін кісі, үшіншіден сен ол жұмыстан түні бойы шаршап келген кезде, мысалы, ойбай мен де үйдің шаруасын істеп біттім, шаршап келдім деп айтпай, кел деп отырғызып, шайыңды беріп, дұрыстап дайындайтын сондай адам деп ойлаймын да. Анаңның қай қасиеті болашақ келіншегінде болса екен дейсің? Барлығы бола берсін. Бұл пайдалы подкасттың бірі болды деп есептеймін. Сондықтан Әсел көптен көп рахмет. Осы YouTube каналының подкастында сіз осыдан қандай мағлұмат алдыңыз, қандай идея алдыңыз, қандай жаңа әсер алдыңыз, соған қатысты комментарияңыз жазып кетсеңіз болады. Сол комментарияң ішіндегі ең көп лайк жинаған 10 комментарияға Қарсыз қазақ курсын сыйлыққа беретін болам. Ол 18 сабақтан тұратын 4 модульді үлкен қаржылық сауаттылық аясындағы бүгіндегі нөмір 1 курс сіздерге ұсынылатын болады. Сонымен бастайық. Комментарийді сіздер жазыңыздар, ал біз сіздерден сол комментарийді күтіп, сыйлығымызды әзірлеп отырмыз. Солай емес пе? Жақсы. Рахмет. Жақсы, көріскенше лайк басыңыздар, хабарласыңыздар, аман сау болыңыздар.